Бәрекелді, білім беру саласында мұнда игіліктер мен жағымды жаңалық көп болсын деген тілекпен бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Биылдан бастап елімізде салық саласында бірқатар өзгерістер болғаны анық. Өткен жылдың соңында мобильді аударымдар арқылы сауда жасайтын кәсіпкерлер жазаланады деген ақпарат тараған сәттен-ақ кәсіпкерлер сатып алушылардан қолма-қол ақша беруді талап ете бастаған. Әйткенмен мұның өзі заңсыз әрекетке жатады. Тұтынушылардың құқығын қорғау комитетінің мәлімдеуінше, дүкенде тұтынушы төлем карточкаларын қабылдаудан бас тартса, мұндай құрылғының жоқтығы туралы ол мемлекеттік кірістер органдарына өтініш бере алады екен. Демек, төлем картасын қабылдамайтын және арнайы пост терминалы жоқ кәсіпкерлер әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 194 пен 195 бабына сәйкес 369.200 теңге айыппұл төлеу мүмкін екен. Салық саласында бұдан да басқа жаңалық жетіп артылады. Ол жөнінде әріптесіміз Аружан Ербатыр айтып берсін. Қайырлы құрметті көрермен, елде көлеңкелі экономиканың үлесі 19%-ға жуықтады. Келер жылдың соңына дейін бұл көрсеткіш 14%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Ол үшін үкімет азаматтардың ақша аударымдарын бақылап, табыс көздерін заңдастырмақ. Алайда мобильдік аударымдар тексеріледі дегеннен бастап қолма-қол қаржымен есептесу қарқын алған. Тіпті көп кәсіп иесі электронды төлем қабылдауға үзілді-кесілді қарсылық танытуда. Сондықтан бүгін салық саласындағы соңғы жаңалықтарға тоқталамыз. 2024 жылдан бастап елімізде жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі басталды. Сол шара шеңберінде активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары және олардың жұбайлары, жеке кәсіпкерлер мен жұбайлары ұсынуы тиіс. Ең біріншіден, енді бұл жерде айтып кететін жайт, әрине жеке кәсіпкерлерге бұл жаңа декларация болып келеді, бірақ бұл жеке кәсіпкер ретінде тапсырылатын декларация емес. Бұл жеке тұлға ретінде тапсырылатын декларация. 250-ші нысан бұл активтер мен міндеттемелер туралы декларация, бұл кіріс декларациясы. Демек, жалпыға бірдей декларацияға кірген кезде ғана тапсырылатын, бір-ақ рет қана тапсырылатын декларация, бірақ талап мерзіміне сәйкес 3 жылда егерде қандай да бір өзгерістер болып жатса, толықтырулар жасауға болады. Елімізде 27.954 жеке кәсіпкер әрекетсіз деп танылып, олардан 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялау бойынша салық есептілігі талап етіледі. Қазіргі таңда бәр жақта айтылып жатыр, заңдылықта кезең-кезеңмен осы мобильді аударымдарды тексеретін болады. Бұл мобильді аударымдарды тексерген кезде 100 адамнан 100 түрлі аударым алынса, сосын кейін мысалы январь, февраль, март қатарынан, 3 ай қатарынан сондай 100 период 100 адамнан, әртүрлі адамнан алынатын болса ғана, соны банктер берілетін болады. 3 ай қатарынан 100 түрлі адамнан мобильді аударым түссе, жеке тұлға жеке кәсіпкерлік жүргізіп жатыр деген күдік пайда болады. Осындай жағдайда ең алдымен тексеріс жүргіземіз дейді маман. Кәсіпкерлік табыс көзіне жатады бұл переводтар деген, хабарлама жіберіледі. Хабарламаның орындау жеке тұлғаға бұл 30 күндей беріледі уақыт. Бұл жерде жеке тұлға мысалы хабарлама алған кезде келіспеуі де мүмкін. Өйткені оның расталатын дәлелдері болуы мүмкін, Мысалы, ол мүмкін қайырымдылық қорға жиналған болатын, мүмкін ауырған балаға жиналуы мүмкін, Ол кезде ол переводтарға салық салынбайды. Бұл жерге егерде ол дәлелін қойып, растайтын құжаттарын қойып, жаңағы Instagram каналға да мысалы оны жариялайды, бұл жерде салық төленбейді. Тексерістен кейін тұлғаның жеке кәсіпкер екені анықталса, немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, бірақ декларацияда табыс көзін көрсетпеген болса, оңайтылған декларацияға жүгінеді. Яғни қосымша декларация тапсырып 3%-ын төлейді екен.